әскер қатарында ең алдымен темірдей тәртіп болуға тиіс. Сәлем достар, эфирде жасақ бағдарламасы, студияда Ұлжан Мұхамбек. Өткен апта Бразилияда дүрбелеңмен өтті. 28 қазанда Рио-де-Жанейроның фавелаларында полиция мен қылмыстық топтар арасында қанды қақтығыс басталды. Таңғы уақытта басталған бұл операция Бразилия тарихындағы ең ауқымды рейдтердің бірі болып тіркелді. Оған 2,5 мың полиция қызметкері, 32 бронетехника, 2 тікұшақ және бірнеше дрон қатысты. Қадағалау деп аталған операция елдегі ең көне қылмыстық ұйымдардың бірі Қызыл командаға қарсы бағытталды. Қызыл команда 1970 жылдары Рио-де-Жанейро түрмесінде пайда болған. Алғашында тұтқындар өздерін қорғау үшін біріккен еді. Кейін олар кокаин саудасына араласып, қару, рекет және басқа да қылмыстар арқылы ықпалын кеңейтті. Бүгінде ұйым Рионың жартысын және Амазонка аймағындағы бірнеше аудандарды бақылайды. Сонымен 28-29 қазан күндері Риода не болды? Біздің редакциямызға Риода 7 айдан бері тұратын туризм саласының маманы, алматылық Мөлдір Ғарипқызы байланысқа шыққан болатын. Үште тренировка басталады. И где-то екіден асып, мы уже собирались үйден шығуға, и в наши чаты школьные отправили сообщения, отправили видео, то, что бүкіл қалада уже перекрыты дороги, полностью автобуспен, ну это получается группировка с красной банды, они полностью автобусы захватили и начали перекрывать дороги, чтобы полицейский никто не смог доехать до их фавелы. Жерлерді жауып тастады, магазины, супермаркеты, торговые центры, бәрін жауып тастады. Все очень оперативно бәрілер үйге жетуге тырысты. Келесі күн тоже бізде сабақты полностью отменили, сабаққа барған жоқпыз. Вся спецоперация, она была именно вот тоже в этих горах, в лесу была. Бізге естілді все эти выстрелы, также здесь очень было много вертолетов военных. Балдар шықты 3-ші этажға қарауға, мен шаралармен мен шыққан жоқпын, потому что это все так быстро, оперативно, и выйти это все снимать как-то не хватило смелости. Я думаю, ладно, болғаны болды, ешқайда шықпаймыз, ешіне қарамаймыз. Вот, біз особо новости не смотрим, тек қана вот Инстаграм, я. Бірақ бүкіл ақпарат бәрі уже 1-2 күннен кейін шықты, я, все, что происходило. Но біздің чаттарымызға уже полностью видео, фотоларды бәрін жіберіп тұрды. Негізгі шайқас Алемао және Пеня фавелаларында өтті. Қылмыскерлер орманға ығыстырылып, онда тосқауылға түсті. Өзге де куәгерлердің айтуынша қақтығыс таңғы сағаттарда басталып, алдымен жарық пен интернет өшірілген. Кейін атыс басталған. Қылмыскерлер дрон арқылы жарылғыш зат тастап, көліктерді өртеп, жолдарды жапқан. Айта кетейік, фавелалар мемлекет бақылауынан тыс, кедей әрі халық тығыз қоныстанған аудандар. Мұнда ауызсу мен медицина шектеулі, ал қылмыстық топтар билік жүргізеді. Полиция бұл аудандарға көбіне тек арнайы операция кезінде ғана кіре алады. Ну, именно сол фавелаларда у них очень большой трафик наркотиков, и эта спецоперация Екай дайындалып тұрды олар сол спецоперацияға. Ну, негізі фавелалардың ішінде не только бандиты живут, да, не только группировки, но также и обычные люди, я. Просто фавелаларда именно үйдің бағалары арзан, олар свет төлемейді, газ төлемейді, су төлемейді, налог төлемейді, и практически некоторых үйлерде көбілер даже могут и бесплатно жить. А если даже арендная плата болса, то вообще минимальная. Өте арзан тұрады. Даже, ну, я не скажу, что кто-то из иностранцев, мирных жителей там живут, но есть некоторые фавелы, туристические фавелы, где даже есть отели, куда проводят экскурсии, и олар ешқашан туристерге, обычно адамдарға ешқашан тиіспейді. Вот это Росиня и Санта-Марта, екі фавелы, именно туристические фавелы. Вот. А так, ну, мирные жители, сол фавелаларда қаза тапқаны, әрине ондай ақпарат бар.
Риодағы қақтығыс салдарынан 132 адам қаза тапты. Олардың ішінде 4 полиция қызметкері мен бейбіт тұрғындар бар. Полиция 113 адамды тұтқындап, 118 қару мен тоннадан астам есірткі тәркіледі. Қызыл командаға қарсы ең қанды рейд 2021 жылы Жакарезиньо ауданында болған еді. Сол кезде 25 адам қаза тапты, оның ішінде бір полицей бар. Бірақ қазіргі операция одан 2 есе көп құрбандарға ие болды. Рио тұрғындары полицияны сотсыз жазалау мен қатыгездік үшін айыптады. Кей адамдардың желкесінен, кейбірінің арқасынан атылған, мұны қоғамдық қауіпсіздік деуге болмайды, деді белсенді Раул Сантьяго. Адвокат Альбино Перейраның айтуынша, кей мәйіттерде күйік пен азаптау белгілері байқалған. Полицейские, может быть, чтобы показать, да, этой фавеле, бүкіл все трупы людей фавелада көшелерде в ряд бәрінді қойып тастады. Вот. Бірақ суреттер в основном то, что адамдардың на люди полностью беттерінде бәрін жауып тастады. Бірақ видно то, что жерде жатыр, значит уже өлген адамдар. Вот. Прям полностью линия. А то, что пытки были, ол жағын, ондай суреттер көрген жоқпыз. И вообще көрген жоқпыз. Автобусы взрывали, машины горели, автобусы горели. Вот. Сондай көшелерде, конечно, было. Именно фавела жаққа. Штат губернаторы Клаудио Кастро операцияны сәтті деп бағалап, оны наркотерроризмге қарсы күрес деп атады. Ол негізгі мақсат қызыл команданың аумақтық кеңеюін тоқтату және есірткі тасымалын жою дейді. Сондай-ақ федералдық биліктен көмек сұраған өтініштері қабылданбағанын айтып сын айтты. Президент Лула де Силва әкімшілігі бұл айыптауларды саяси маневр деп атады және операция жөнінде ешқандай ресми өтініш болмағанын мәлімдеді. 31 қазанда Вилла Крузейру ауданында мыңдаған тұрғын наразылық акциясына шықты. Олар губернатор Кастроның отставкасын талап етіп, кедей аудандарды соғыс аймақтарына айналдырмауды сұрады. Полиция басшысы Фелипе Кури операцияны заңды жауап деп қорғады. Оның айтуынша қаза тапқандардың көбі бұрын сотталған немесе іздеуде жүрген адамдар болған. Алайда адам құқықтарын қорғаушылар бұл оқиғаны геноцидке теңеді. Human Rights Watch ұйымының Бразилиядағы директоры Сезар Муньос бұл қасірет деп атап, мұндай операциялар халықты қорғаудың орнына қауіп тудырып отырғанын айтты. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі өкілі Марта Хуртадо да Бразилия билігін күш қолданудағы шектен шықпауға шақырып, экстремалды қатыгездікті тоқтату қажеттігін ескертті. Дегенмен елдің оңшыл саясаткерлері полицияны қолдап шықты. Кейбір президенттік үміткерлер тіпті Риоға келіп, операцияны ашық түрде мақтады. Бұл қанды рейд Рио-де-Жанейрода 3-5 қарашада өтетін әлемдік мэрлер саммиті мен қарашада басталатын Біріккен ұлттар ұйымы климаттық конференциясы қарсаңында өтті. Бұған дейін де Бразилия ірі халықаралық шаралар алдында осындай рейдтер жүргізген. Есірткі бизнесі Рио-де-Жанейрода қатты дамыған. Көбінесе бұл шырмауыққа қылмыскерлер жастарды тартады. Футболист болам деген балаларының арманын орындау үшін Риоға отбасымен көшкен Мөлдір ханымға наркобизнес өркендеген бұл елде балаларыңыздың болашағына алаңдамайсыз ба деген сұрақты еріксіз қойдық. Жоқ, қорықпаймын, өйткені олардың мировоззрение, воспитание совсем другой, да, и мен білемін то, что олар ондай окружениемен, ондай адамдармен араласпайды. Олардың да графигі өте плотный, таңғы 7-де мектеп басталады, 12:40-қа дейін, сосын 3-те тренировка басталады, сосын келесі тренировка 6-да басталады, біз тек қана кешкі 8:30-да үйге келеміз. И сондай график бізде с понедельника до пятницы. И тек қана суббота-воскресенье демалуға уақытымыз бар. Олардың олар көп нәрсенің қадірін біледі, қандай біз жолды өттік, қандай қиыншылықтарды өттік. Мен білемін, олар ешқашан мұндайға ұшырамайды. Олар біледі, қандай еңбекпен бәрі тауып жатқанда.
Өйткені шетелде, тем более 4 баламен тұруға негізі оңай емес. Бразилияда болған бұл қанды оқиға бейбіт өмірдің қаншалықты қымбат екенін тағы да бір еске салды. Қай елде болмасын, зорлық пен өшпенділік ешқашан ақталмайды. Адам өмірі ең жоғарғы құндылық. Сондықтан бейбітшілікті сақтау баршамыздың ортақ борышымыз. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын, амандықта кездескенше. Әскер қатарында ең алдымен темірдей тәртіп болуға тиіс.